Бәріне сәлем, сендермен бірге Ракош. Ошын бүгін достар выживание бастайтын боламыз. Өзімнің арнамда алғашқы видео. Неше 20 бөлімге дейін түсіретін шығармын. Просто достар сендер көріп отқандай менде көріп отқандай карта және мечтің естіпті. Себебі бұл чит десем де болады. Біз читін емес, естественно, болсын лайктан басып арнаға тіркеліп отырыңдар. Осылай көпсілген жалпы көпсілген деген жалпы көпсілген көбінесе ойынға кетіп қалады. Соны көпсілген жатсам ренжімеңіздер. Так аны қоямыз. Так алдымен палка, потом кирка жасап бастаймыз и топордан кейін жасай салайық. Так меч жасалайық. Сосын меч жасалды. Так тамақ жаққа қоямыз. Так бізге сандық жасау керек. Сосын так 3 сандық. Так 3 сандық 1 2 3 жалпы нерге қазірше верстакты аламыз. Жаққа қоя тұрайық. Кровать жасалайық. Так şimdi üstüge шах тауып алу керек. Жалпы үй мына шахтаны. Так жақсы кетті. Опа. Біздің читтен андай бар екен айтпашы. Так өшіріп тастаймыз. Так біз алдымен печ жасаламыз. Печ ең зат ол. Так бізге не істеу керек? Кирка жасау керек. Балта жасау керек. Так сосын меч жасау керек. Пока что ағаш сындырып қайту керек. Так ағаш сындырып келем кішкене. Жасап та отырады. Так ағаш сындырып келем мен достар қазір. Ночи дейді. Так мен онда аламыз қазір. Так болдық десек те болады. Так енді бізге керегі
иіс керек еді жалпы. Так, негізін аламыз. Вот осындай видео болды достар. Үйімді салып бітірдім. Мінекей қараңыздар. Дейін болып қалған. Мінекей үй былай шықты менде қазір. Так, мынаны қосып жіберейік. Вот достар, осындай үй шықты. Білмеймін, енді көреміз. Бірінші выживанияға болатын шығар деп ойлаймын. Енді келесі бөлімдерде үйді кішкене нормально қылып, күшті қылып шығарамын ғой. Вот осымен видео аяқталды достар. Сендер лайктарыңды басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Тіркеліп лайктарыңды басып қолдап отырыңыздар. Келесі видеоны шығарам. Келесі бөлімі 10 лайктан кейін шығады. 10-20 лайктан кейін шығады. Күтем достар. Давайте. Готе.